сіздің профиліңіздің шапкасы. Яғни сіздің логиніңіз жазылып тұратын жер, сіздің аватаркаңыздың жанында тұратын жер. Қысқаша айта кетейін, бұның маңыздылығы жөнінде. Қыздар, бұл өте маңызды жер. Міндетті түрде блогердің тақырыбы, қандай тақырыпта жазатындығын көрсететін жер. Сіздің парақшаңызға адам кірген кезде бірінші очередь сол жерді оқитын жер. Егер сіз сол жерде адамды қызықтыра алсаңыз, 3 секундтың ішінде өзіңізді жақсы жағыңыздан көрсете алсаңыз, болды, адамдар қызығады, сіздің оқырманыңыз болып, сіздің парақшаңызға жазылады. Сондықтан бұл жерге қатты мән береміз. Мен қазір уже 6 айдай басқа қыздардың парақшаларын дамытып, уже жақсы тәжірибе жинадым. Сол тәжірибем жинақтай отырып, қазір сізге айтатын мынандай ойым. Бұл пунктқа көбінесе жаңағы пренебрежительно қарап жатады да, бейжай қарап жатады. Аса маңыздылықпен қарамайды. Негізінен не істерге айтамын, бұл өте маңызды. Сіз кәдімгідей ойланып, өзгертіп, улучшать етіп, солай назар аударып жазып отыруыңыз керек. Сіздің парақшаңыз жайлы қызықты сөздер жазылып тұру керек та, адамға привлекать етіп тұратын. Қысқаша әрі нұсқа, мүмкін бір күлкілі сөздермен бе солай жазылып тұру керек міндетті түрде. Және ол жерде бір порядок болу керек та, бір әдемі көріну керек, бір үйлесімді. Мысалы, сіз смайликтерді қоясыз, міндетті түрде қойыңыз. Смайликтер как попало емес, аккуратно, үйлесімді тұру керек. Бір реттілікпен, осыны міндетті түрде сақтаңыздар. Мен көп блогерлардан көрем, беспорядок, тіпті немесе еш нәрсе жазбайды, немесе бір цитата тұрады, одан еш нәрсе түсінбейсің, ол парақшаның барлығын қарап шыққың да келмейді, фотоларын қарайсың да, шығып кетесің. Ал парақшасында жаңа бірден қызықты заттар жазылып тұрса, не туралы екенін, мүмкін ол бизнес-леди, осындай затты үйретеді, осындай атағы бар, осындай ана 25 жаста, осындай жетістікке жеткен, немесе 4 бала, 5 бала туып тастаған, көп балалы ана болса, өте қызықты. Немесе 5 баламен 25 жасында, мысалы, саяхаттап жүрген адам десе, уже қызықты болады. Немесе мынандай психолог осындай тақырыпта жазады, например, қалай өз-өзіңді табу керек, өмірде жетістікке қалай жету керек деген тақырыпта жазатын психолог деген сияқты. Көрдіңіз, бұл жердегі шапканың оформлениясы өте маңызды. Мен сіздерге сол маңыздылықты жеткізгім келіп тұр. Көзбен көрген түсініктірек, сондықтан сіздерге мысалмен келтірейін. Мысалдарымызды бастайық. Біріншісі, мына жерде рубриканың мысалы. Мына жерде көріп тұрмыз, колонкалармен жасалған 3 колонкадан тұрады бұл парақша. Біздің жобаның қатысушысы жан-жақты Ана деген блогер. Бұл кісіде бірнеше рубрика бар, 5 шақты рубрика. Бірінші колонкада көріп тұрғаныңыздай бала тәрбиесіне байланысты әртүрлі тақырыптағы посттар. Екінші колонка ортасындағы ол Алла тағаланың 99 есімі, Алла тағаланың ислам дінімен байланысты ақпараттарды тізіп жазады. Үшінші колонкада міне үстінде рубриканың суретімен сәйкесінше көрініп тұр. Міне ислам деген рубрика тұр, бала тәрбиесі деген рубрика, денсаулық рубрикасы, қызықты мәліметтер деген сияқты. Сөйтіп бұл кісі бірнеше рубрикаларды өзінің парақшасында үйлесімді қолданып отыр. Мына мысалда өзінің блогының тақырыбын өте дұрыс, идеально қолданып отырған мысал сіздерге. Міне мынандай блог парақша «Питание без правил» деген. Міне шапкасындағы жазуы, қарамен жазып тұрған имя профиляға былай жазылып тұр: нутрициолог, ЗОЖ, веган. Үлкен әріппен, барлығы түсінікті, тақырыбы не жайлы екен блог, стилистикасы өте керемет сақталған. Қараңыздар, аватаркасы қандай, тіпті имя профилідағы жазуында мұны қолданып тұрған смайликтер қалай өзінің тематикасына сәйкес келіп тұр. Және профильда поискта іздеген кезде ЗОЖ, веган деп жазған кезде осы кісінің парақшасы шығады, себебі ол кісінің поисковой запросқа шығып тұрады. Өйткені ЗОЖ, веган деп міне тақырыбына жазып қойған, және парақша не жайлы екені түсінікті. Жалпы міне шапка профилін қалай описаниясын қалай оформлять еткен. Аня Никольская өзінің атын жазып қойған. Кім екенін білеміз, бұл кісінің аты бар екен, бұл адам ғой бірінші очередь. Көбінесе атын жазбайтын адамдар үлкен қателік жасайды. Бұл кісі барлығын дұрыс жасаған. Кандидат наук, мне доверяют дейді.
өте оригинальный, креативті ерекшелікпен келген бұл сұраққа өте дұрыс, өте керемет жасаған. Мои посты читаю до конца. Мен мына описаниені оққаннан кейін бірден подписалась, помню, осы кісіге, себебі шынымен де доверие внушать етеді. Өте көзге де приятно, бір сапалы, профессионалды, экспертный блог екені көрініп тұр міне. Программы без правил про деген өзінің парақшасын қойып қойған, код скидки iHerb, жаңағы iHerbке обзорлар түсіреді, өзінің кодын жазып қойған, өйткені сол тақырыпта жазатын адам. Новое умное меню, и сол ссылканы басқағанда посттың ссылкасы шығады. Мынау обложкалардың оформлениесі өзінің қараңызшы қандай үйлесімді, әдемі, өте керемет. Бұл сіздерге дұрыс мысалдың үлгісі. Мынандай жақсы мысал, Сарветте деген блогердің описаниясын қарайық. Коучинг, медитация деп тұр, барлығы дұрыс жазылған. Значит, сол поисковый запроспен сондай өзінің парақшасы шығып тұрады. Медитация деп жазған кезде, коучинг деп жазған кезде, инструктор деп тұр өзі. Я Виктория дейді. Делаю из подписчиков миллионеров, мужчина вашей мечты в моих сторис, учу медитировать в прямых эфирах дейді. Қызықты ма? Қызықты. Парақшасын изучать еткің келе ме? Изучать еткің келеді. Мой курс деп ссылкасы тұр, міне тэп-линк. Барлығы керемет, жақсы пример. Және мына обложкасына да назар аударайық, өте әдемі, үйлесімді жасалған. Мына парақша өте керемет. Логина назар аударайық, пысық орыс келін деп тұр. Өте қызықты, өте креативті, оригиналды, тіпті парақша түсінікті, пысық орыс келін деген тақырыпта екені көрініп тұр. Ағылшынша жазылған. Одан кейін профилінің атына назар аударайық. Ракетаның смайлигі тұр, өте қызықты, екі жақтан, яғни пысық дегенді білдіреді. Қазақша әріптермен жазылыр, пысық орыс келін. Поисковикке сіз қалай жазсаңыз да бірден шыға келеді. Өте дұрыс жазылған, міне идеальный пример. Логины да сәйкес келеді, имя профиль да сәйкес келеді. Личный блог, аты жазылған, өте керемет, с юмором. Юлия Алтыншаш Бедельбаева деп тұр. Өте қызықты. Русская по паспорту, казашка по призванию, с мужем по любви, сенежкой по жизни деп күшті описание жазған екен. Тура көңілің көтеріледі, кәдімгі бір бренд сияқты, күшті парақша, сотрудничество логиндары жазылып тұр. Звондау үшін тэп-линк, өзінің қаласы Алматы, Қазақстан дұрыс, астыңғы бөлігінде белгіленген, барлығы дұрыс және үйлесімді, керемет парақша, керемет мысал. Және келін ретінде, инабатты келін ретінде орамалмен, әп-әдемі жүзімен, өте сапалы, ашық фотоға түскен, сол фотосын аватаркасына қойған, міне өте керемет сапалы парақша, сапалы оформление. Бұл адамдарға қарап, міне мынау блогер, мына адамға жазғым келеді, оқығым келеді деп айтқым келеді кәдімгідей. Мынау парақша менің парақшам, менің бизнес аккаунтым, менің кішігірім бизнесім 2,5 жыл айналысып келе жатқан. Яғни подушки смайл логин, суреті бәрі түсінікті, сапалы. Имя профилі орысша тілмен подушки смайлики Караганда деп тұр, өйткені менікі Қарағандынікі болғандықтан. Үлкен әріппен поисковикті шығатындай, барлығы түсінікті. Описаниясы, ручная работа, именные подушки, new деп тұр, яғни бұл менің новиночкам, эксклюзив, яғни әр адамға эксклюзивно тігіледі, мастер-класстар жасаймыз деген белгі тұр, смайликтар сәйкесінше үйлесімді тұр. Менің өзімнің личный аккаунтым деп ссылка тұр, өз аккаунтыма Диана блог, заказать деп менің ссылкам тұр. Одан кейін біздің офистің адресі тұр, міне бульвар Мира 37, то есть маған дайретқа жазып сұрап керек емес, барлығы жазылып тұр, офисіне дейін, кабинетіне дейін, қай қалада орналасқанбыз. Міне обложкалар бәрі әдемі, үйлесімді, отзывты көруге болады, бағасын бірден білуге болады, мастер-класстар қай қалада сатылғанын, кім қалай айналысып жатқан. Және міне шапкада қараңыздаршы, ручная работа, именные подушки деген алдындағы смайликтар, тақырыбы да үйлесімді, барлығы үйлесімді келіп тұр. Өйткені өзі подушки смайлики болғандықтан смайликтардың суреті тұр, басқа смайлик емес, именно смайликтар күшті сәйкес келіп тұр. Өте керемет мысал. Мына парақша. Стиль минималистичный, сдержанный, жақсы көрініп тұр. Логина Алена Габ, аватаркасы сапалы, әдемі, түсінікті.
иә, жеке блог екен көрініп тұр. Описаниясында да, имясында да Алена Гап деп ағылшынша тұр, яғни поисковикті іздеп тапқанда бренд ретінде өзін қалыптастырып жатыр деген сөз. Онымен қоймай маркетинг және фриланс өзінің тақырыптарын жазып қойған, тоже ключевой запростарын жазып қойған, поисковикте табылатындай ағылшынша тілде. Личный блог описаниясы кім екенін айтып жатыр, аты белгілі, Алена, маркетолог екен, диджитал номад екен, өзінің немен айналысатынын жазған. Публикую вакансии удаленной работы и фриланса, яғни сол туралы жазамын дейді өзінің парақшасында. Новости про маркетинг и диджитал, сол туралы бөлісемін дейді. Веду YouTube канал дейді. Астана, Москва дейді. Енді осы жерде бұны бөлек жазуға болатын еді. Ну ладно, енді мен оның орнында болсам бөлек жазып қоятын едім. Және YouTube каналының ссылкасы тұр. Обложкасында тоже минималистичный, түсінікті, жақсы оформление жасалған, тоже жақсы мысал парақша. Міне керемет мысал, осындай парақшаны көріп бірден оқығым келеді. Есімде әлі, ең бірінші осы парақшаға кіргенде мен бірден подписка жасадым, себебі описаниясын оқып күлкім де келді, барлығы түсінікті де болды, қызықты болды да, и шынымен подписка жасадым. Біріншіден Елдос Колобок деп тұр. Аватаркасы сәйкесінше қызықты екені көрініп тұр, юмор екені, мистер Колобок смайлик тұр сәйкесінше. И описаниясы былай: Одинов такой в мире, бір түрлі юмор отаны, четкий тамада, яғни өзін тамада екен айтып тұр, шоумен екен айтып тұр, и сөзбен үйлесімдігін жасаған. Шоумен, тоймен, ол мен деп жазыпты. Реклама в директ, номері жазған бірден, ссылка қоймаған екен номеріні, подпишись па, сондай в общем деп өзінің қарапайым екенін көрсетіп тұр, жаңағы көңіл күйі көтеретін парақша екені көрініп тұр. Алматы Қазақстан қаласын көрсетіпті. Вот молодец, жақсы парақша. Ресейлік парақша, блог парақша пример, Наташа Кадо. Аватаркасы өте сәйкесінше келіп тұр. Бұл кісі Африкадағы өмірі жайлы жазады. Африканецқа тұрмысқа шыққан блогер, өте уже қызықты, балалары тоже аралас болып келеді, қара нәсілді балалары жаңағы күйеуіне тартқан, и сол Африкадағы өмір жайлы жазады. Мінекей Наташа Сакадо деп жазған, Африка деп жазған, пальманың суретін қойған, смайлик өте керемет. Петербург, Гана дейді, яғни өзі Петербургтан екен, Ганада тұрады қазір. Красиво об Африке, яғни парақшасы не жайлы екен жазған. С улыбкой о детях, немного о себе, много о любви к жизни, масло, ши, черное мыло, міне өзінің бизнес аккаунтын указать етіпті, өзінің бизнесін. Маяк деп ары қарай не жазғысы келгені түсініксіз, уже сыймай қалған. Лучше соны алып тастап немесе кішкене қысқартқанда дұрыс болар еді. Мынау онша емес көрініп тұр. Все-таки 339 подписчигі бар екен, бұл жерін түзету керек. Және міне Суньяни деп қаласын жазып қойған, ссылкасын қойған, кажется, мына кітабіне, енді ол жағы түсінікті болып тұр, в принципе, кітап жайлы айтып жатқаны. И обложкаға кішкене әдемілесе, сол жетіспей тұр екен. 1,9 миллионы бар подписчик. Мен өзім жақсы көретін блогерім. Надян Арт деген өте қызықты блогер. Надя Серовский дейді. Мне 24 годика деп жазып қойыпты. Тоже с юмором. Өзінің атын, фамилиясын жазған екен. Ращу волосы сына и амбиции. Замужем за умным качком дейді. И да, над губой не родинка деп жазып қойыпты. Енді өзінің қалауымен қалай жазғысы екен солай жазған. Яғни бұл жерде акцент, что семейный, мама блог парақша, сотрудничество, пиар аккаунтын жазып қойған, номерін жазған, email почтасын жазған. Бұл кісі енді жарнамамен жақсы табыс жабады, сондықтан барлығын сөйтіп жазып қойған. Но раздел қараңызшы, абзац, үйлесімділік өте сапалы, жақсы жасаған. Обложкалары жақсы, пример тоже сіздерге, что осылай да жасауға болатындығы. Аватаркасын қарасаңыздар қандай әдемі. Замужем за умным качком дейді, а не за тупым. Типа Мискоут деген русский блогер, стори блогер деп жазып қойған. Бірден кім екен, яғни өте ерекше. Ондай блогерлар аз, бұл кісі сториларды күшті түсіреді, күшті маскалармен. Коллекционирую маски Инстаграм, делаю обзоры на странные товары, шынымен Алиэкспресс әртүрлі жерден сатып алады да. И мысалы интересно, жаңа товар қандай деген сияқты, или андай лайфхактар болады ғой, соны тексеріп, в общем, парақшасы өте күшті, күлкілі, прикольный сондай. Описание самый креативный. Пионер 21 века дейді, ойлаңыздар. Пионер 21 века өте қызықты жазған. Когот интерактив, міне бірден хэштег тұр, сол хэштегті басып, бұл кісі қандай парақшасын көріп изучать етуге болады. Почта жазылған, инстаграмға ссылка қойылған, обложкасы өте әдемі, күшті парақша. Короче медиа деген парақша бренд деп тұр, бұл скорочтениеге арналған парақша.
более бұл блогерский емес, более коммерческий парақша. Мен өзім осы парақшада жиі отырамын, өйткені скорочтениемен айналысуға. Мына ты у нас впервые, тогда начни с первых видео, они медленнее, мы учим быстро читать, воспринимать инфу, прокачивать себя и свою жизнь дейді. Бұл жерде яғни мына абзацпен немен жазбаған, в принципе в тему жазған, потому что бұл аккаунт блогерский емес, бұл коммерческий, яғни түсінікті болу үшін аяғынан бастау керек дейді. То есть бұл ақпаратты описанияға жазбау мүмкін емес болып тұрды. Керек болғасын жазған, барлығы өте дұрыс. Міне брендинг көрініп тұр, қара цветпен, короче медиа, логины, описаниясында да короче медиа деп орысша жазған, поисковиктен табуға болады. Бұл астына түсіп қарасаңыздар, оформениесі де жақсы, өте жақсы парақша, ссылкалар бар, сайттарына, өздерінің толыққан сайттары бар, обучениялар бар. В общем, өте креативті бизнес парақша. Міне тағы психологтың парақшасы, логин өте қызықты, не советчик, психолог Юлия Егорушкина, тоже брендинг жасағысы келеді. Эффективные техники от кандидата наук дейді, ключи о психологии, то есть ключи к психологии детского здоровья, яғни детский психолог екені түсінікті, заведую кафедры дейді, сторис минутка психотерапии, яғни сторисімді көріп отырыңдар, сторисімді пайдалы ақпараттар бар деп тұр, работаю с детьми до 99 лет дейді, яғни әр адам, әр үлкен адам, барлығымыз баламыз дегендей өте қызықты, оригинально жазған, яғни работаю со всеми людьми деген орнына өте оригинально креативті описание, көрдіңіздер ма? Жай бір сөзді басқа синониммен әсірелеп, метафоризммен солай жазуға болады, ойланып, мысалы өзгертіп. Соған сіздерге осындай мысал ссылка қойған, ризань деп қойған, сондай не. Сондықтан ойланыңыздар, логин қалай әдемілеп басқаша жазуға болады, қалай ерекшелегенге болады, қалай қызықты етуге болады, қалай креативті етуге болады, шапканы қалай әдемі структура қылдырып жасауға болатыны туралы міне мысал. Қараңыздаршы, алабажақ емес, четко по делу жазылған абзацтармен күшті бөлінген, кірген кезде тура бір тап-таза күшті порядок бар үйге кіргендей боласың. Оля Рак, нетипичный блогер Оля, өте қызықты описание. Твой проводник в мир красивых фото, делает тело мечты в сторис, поверь, нам есть о чем поболтать деп жазыпты. Оригинально, яғни сіздер не обязательно бір, егер не жазарыңызды білмесеңіз де осындай сөздер жазуға болады. Поверь, типа, нам есть о чем поболтать, стористі осындай нәрселер туралы түсіремін, осындай фотолар туралы айтамын деп әдемі сөздермен жазып қойсаңыздар болады. Яғни шапкаға әдемі қылдыр, не жазамын деген проблема мүлдем болмау керек. Маған ондай проблемамен келмеңіздер. Неше түрлі нәрсе жазуға болады, кішкене ойлану керек просто. И осындай парақшаларды көбірек қарап, қазір уже идея келіп жатыр деген ойдамын сіздерге. Осыны көріп атқан кезде сондықтан все, дерзайте. Мына хэштег тұр, Оляр, навигация, кстати. Осы навигацияны басып, бұл кісінің бүкіл рубрикаларын көріп болады, қандай посттар жазады. Сіз де сойып қойып қойсаңыз болады. Міне сондай сіздерге пример. Услуги, міне жұмыс парақшасын белгілеп қойған. Обложкасы әдемі, розовый стильде жасалған, күшті парақша. Жалпы міне парақшаның оформениясында нандай структураларды жасай аласыздар, яғни колонкалар және шахматный порядок және шаблондар жазулар, иә. Мысалы бір жағына колонка жасап, чисто шаблондар жасасаңыз болады. Мысалы бірінші примердағыдай жасыл түспен, келесінде фотолар жазулармен араласқан, өте үйлесімді, өте әдемі. Одан кейін жаңағы шахматный стиль жасасаңыз болады. Яғни әр екінші постты шаблон немесе фото жаңа сәйкесінше үйлесімді тұрады. Немесе барлық суреттерде тек қана сурет болып, үстінде жазулармен болса болады, шаблондармен, яғни пост не екен, не туралы екен бірден көрініп тұрады. Немесе жаңа фотосыз бір басқа суреттермен жасау болады. Сондай осы түрлер. Только былай істемеңіздер, былай тоже жаман көрінеді. Біріншіден мына жерде шрифт неудачный, түсі неудачный, жазулар толқын көрінбейді. Мысалы, мен үшін өмірдің мәні неде дегенде көзді ауыртып, қызыл түсі үйлесімсіз келген, арасында үстіндегі тұр ғой текст өшіретінде халық деген жерде жаңағы сөздердің арасындағы интервал бар ғой, слишком алшақ тұр. Сондықтан ретсіз, әдемі емес болып көрініп тұр. Және мына жерде басында шахматный порядок болып басталып жатқан сияқты еді, бірақ опять же порядок жоғалып кеткен, и үстінде непонятно что болып кетті, түсініксіз. Бұлай істемеңіздер, жаман көрінеді. Бұлай жарнама жасаса да жаман көрінеді. Бұл қате пример.
Мына пример тоже дұрыс емес пример. Вроде бы описаниясы жақсы, вроде бы блогер, вроде бы түсінікті парақша, қарапайым келіншек деген, бірақ парақшасына кірсең беспорядок. Әртүрлі фотолар араласқан, ешқандай стилі жоқ, то черно-белый фото, то қоңыр фото, то видео араласқан, рецепт па, прикол видео ма, и мен әжде макияж туралы видео таппадым, хотя описанияда жазылып тұр. И макияж туралы қарайын деп едім, сондай видеолар таппадым. И ол парақшада тұрақты сол туралы рубрика жүргізілмейтіндігі түсінікті. Егер мына парақша қаншама бюджет кетіріп, жарнама жасап, ақша жұмсаса, вряд ли подписчиктар оған қосылатын еді. Себебі парақшасы осындай түсініксіз, нені ашып, нені оқитып, нені қарайтыныңды білмейсің. Және фото сапасыз, әдемі фотолар аз, түсініксіз видеолар, жай ғана бір адамның парақшасы сияқты, блогердің парақшасына ұқсамайды мүлдем. Мына парақшада да шаблондардың үлгісі, түсініксіз фонда, түсініксіз шрифт, түсініксіз түстермен, әртүрлі түстермен, көзді ауыртатындай аралас құралас беспорядочный контент. Мысалы, тесілген шелек деген кезде суреті как-то түсініксіз. Мынау жазуды мүлдем көзім жетпей тұр, оқуға шындай білмей, в общем, оқылмайды тіпті жазулары. Әйелді тыңдаған кейде күнә емес деген. Мұнда порядокта, структурада ештеме жоқ, тесттар, контент план жоқ. Бұндай парақша жасамаңыздар. Пайдалы пост, пайдалы парақша деп позиционировать ететін парақша, ішіне кіріп келсең бардак. Ал енді дұрыс, әдемі, үйлесімді парақшалардың примерлары міне сізге. Колонкалардың, шахматный порядоктың, түстердің үйлесімділігі, стильдің үйлесімділігі, шаблондар үйлесімділігі, шрифттардың үйлесімділігі қандай. Мысалы, менің парақшаларым бар ішінде арасында, және біздің жобадағы қыздардың парақшалары бар. Ең дұрыс үйлесімділік осындай болу керек. Осылай жаттап алыңыздар. Сіздер де таңдап өз парақшаларыңызды осылай жасауыңыз керек. Актуальный стористарға әдемі обложкалардың мысалдары көрсеңіздер болады. Әртүрлі мысалдар бар. Осыны оңайлықпен жасай аласыздар. Қарап алыңыздар, идея қарап алыңыздар, қандай түрлері бар, қалай әдемі, бір-бірімен қалай үйлесімді. Осындай жасағанда парақшаңыз үйлесімді, профессионально әдемі болып көрінеді. Қалай жасау керек, арғара келесі видео сабақтардан видео инструкциясын көре аласыздар. Наслаждайтесь.